Менің үстімде дәл қазір адамның сүйегінің анатомиясы көрсетілген. Бас сүйек, омыртқа, саусақтар, тағысын тағы. Енді қалай ойлайсыздар? Осы сүйектер өздері жаратып, бір-бірімен келісіп, яғни мен саусақ боламын, мен мына жердегі бөлшектер боламын, мен мына жердегі сызық боламын, себебі болашақта бұл жерде сіңір болады, мен мына жерде шұңқыр боламын, себебі болашақта бұл жерде көз болады деп, осылай сондай бір өте ақылды санамен өздігінен өздерін жарата салды ма? Енді атеистік діншілдер бұған сенеді. Себебі атеистің діні эволюция. Ал мен бұған үлкен бір супер сананың қатысы барлығына сенемін және де бұны білемін. Қалай ойлайсыздар? Мысалы, тағы да бір жердегі бір қоқысқа тонналап миллиондаған жылдар бойы мен темірлерді лақтыра берсем, арасына резенді лақтыра берсем, миллиондаған, тіпті миллиардтаған жылда кейін сол жерден әп-әсем Боинг ұшағы ұшып шыға салама. Өздігімен өзін құрастырып, әп-әдемі детальдарымен бірге, ішіндегі отырғыштарымен бірге. Мен бұған сенбеймін. Сондықтан атеистің жауабы ол миллиондаған жыл, ол миллиардтаған жыл болды. Әрі қарай үңілмейді. Бұның барлығын супер инженерия, супер сана жаратты. Және де осы супер санамен байланысқа кіруге болады. Бұны күнделікті саналы түрде жасауға болады. Және де, мысалы, атеистік тырнақшаның ішіндегі ғылым рак ауруын немесе басқа да ауруларды емделмейтін аурудың қатарына жатқызады. Не үшін? Себебі сол атеизмнің артында үлкен корпорациялар жатыр, миллиардтаған долларлар жатыр. Ал адам өзінің рухын танып, өзінің ішіндегі құдайды сыртқа шығара білгенде, яғни рухымен біріккенде, осы үлкен супер санамен бірге жұмыс жасағанда үлкен жетістіктерге жетеді. Жазылмайтын деген ауруларды оңай жазады. Және де өзінің өмірін жарқыратады. Сондықтан басты жарға ұру ол ұзаққа бармайтын стратегия, яғни атеист болу. Сондықтан адамның шынайы бақыты мына жүрегімен өзінің басындағы үлкен мега компьютерді қосып, ішкі мына рухын оятып, өзінің құдайлық қасиетін сыртқа шығару.